Сәлеметсіңдер ме балалар? Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылхан Сұлтанбеков атындағы шағын орталықты орта мектебі. Пәні қазақ тілі, сыныбы 9, мұғалімнің аты жөні Бесбаева Айнұр Оразына. 9-шы бөлім табиғи ресурстарды тиімді пайдалану. Пунктуация. Сабақтың тақырыбы Қазақстандағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаты стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктерді дұрыс қолдана білу. Оқу мақсатынан бағалау критерийі шығады. Олар мәтіннің құрылымын сақтайды, ақпараттағы маңызды тұстарын анықтап, мәтін құрастырамыз, стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктерді дұрыс қолданамыз. Тақырып Қазақстандағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар. Осыған қатысты мына сұрақтарға ойланып көрейік. Бірінші, Қазақстанда қанша қорық бар? Атап бере аласың ба? Ойланамыз. Екінші, Жамбыл облысының аумағына кіретін қорық қалай аталады? Үшінші, Қазақстанда орналасқан қорықтар еліміздің экономикасының дамуына әсер ете ме? Төртінші, қазіргі кезде еліміздегі туризм саласын дамыту мақсатында қорықтарды тиімді пайдалануға бола ма? Осы сұрақтарға дұрыс жауап беру үшін және Қазақстандағы қорықтар туралы білімімізді толықтыру мақсатында оқулықтағы 114-ші бетте мұны да білген жөн айдарымен берілген мәтінді және 27-ші аудио мәтінді оқып аламыз. Стиль түрлері. Стиль тілдесу үстінде сөйлеушінің қойған коммуникативтік мақсатына лайық құрылған түрі. Әр стильдің өз ерекшелігі бар. Бүгінгі сабағымызда публицистикалық және ресми іс-қағаздар стиліне тапсырма бермекшімін. Осы екі стиль түрін қайталап еске түсірейік. Өзіміз стильдің түрлерін білеміз. Олар ауызекі сөйлеу стилі, көркем әдебиет стилі, ресми іс-қағаздар стилі, публистикалық стиль, ғылыми стиль. Публистикалық стиль жұртқа үндеу, үгіт айтуда пайдаланылады. Мұндай үндеуге, үгітке, қоғам үшін және дәл сол кезеңде зор мәні бар мәселелер тақырып болады. Осы міндетіне сай публистикалық стильдің сипаттары. Бірінші, публистикалық сөз өте жинақы, тұжырымды болып құрылады. Екінші, сөз экспрессивті, екпінді болады. Үшінші, сөз тыңдаушыларының коммуникативтік байланысқа тартатындай болып құралады. Стильдің тілдік тұлғалары: экспрессивті сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер, сөйлемдер қолданылады. Тақырыпқа сай терминдер, неологизмдер болады. Мәтіннің ішінде толымсыз сөйлемдер арқылы жасалуы мүмкін. Және тыңдаушылардың көңілін аударатын қаратпа сөздер, сұраулы және лекті сөйлемдерден құралады. Ресми іс-қағаздары дегеніміз жеке адамның, ұжымның, фирмалардың, мекемелердің атқаратын қызметіне байланысты жазбаша, ауызша қарым-қатынас құралы. Бірінші, мекемелердің, ұйымдардың ісін, қызметін үйлестіретін құжаттар бұйрық, ереже, нұсқау, хаттама, хабарландыру, мінездеме, түйіндеме жатады. Екінші, мекемелердің өзара ісі жөніндегі қарым-қатынасын үйлестіретін құжаттар іс-хаттары, қатынас қағаздары, келісімдер, шағымдар. Және үшінші, жеке адамдардың өзара алыс-берісін, іс келісімдерін реттейтін құжаттар, шарт, сенім хат, тіл хат, қол хат. Ресми іс-қағаздар стилінің ерекшеліктері: жазу кезінде мәтін жинақы құрылады. Екінші, сөйлемдегі сөздер базистік, негізгі тәртіпке сай орналасады. Инверсия өте сирек ұшырасады. Үшінші, экспрессивті сөздер қатыспайды. Төртінші, баяндау түрінде жазылады. Бұл жазба жұмыстарында
салалас, сабақтас, құрмалас сөйлемді қолданамыз. Бұл туралы, яғни салалас пен сабақтас туралы мәліметтер 106-шы, 110-шы, 114-шы бетте орналасқан. Оқулықты ашып қайталаймыз. Қазақстандағы қорықтарға қатысты сұрақтардың негізінде тақырып құрастырып, стильдің бір түріне сай жұмыс жазуға ұсыныңыз. Яғни, публицистикалық стильде мақала жазу талаптарына көңіл аударайық. Бірінші тақырып. Тақырып қызықты болу керек. Бұл мақаладан оқырман қандай ақпарат ала алады? Ол қаншалықты пайдалы болады? Екінші кіріспе. Мәтіндегі мәселені бірден толық ашпай, оқырманды аяғына дейін қызықтырып отыру керек. Негізгі бөлім. Бір абзацта 5-6 сөйлем болуы керек. Қанша абзац пайдаланасыз? Ол өз еркіңізде. Төртінші, қорытынды. Мақаланың соңында қорытынды ойды білдіретін сөйлем болуы керек. Бесінші, тавтологиядан, қайталаудан, яғни аулақ болыңыз. Түсініксіз сөздерді қолданбаңыз. Алтыншы, мәтінді аяқтағаннан кейін міндетті түрде бастан аяғына дейін тексеріп шығыңыз. Барлық грамматикадан, тыныс белгіден кеткен қателерді түзетуді ұмытпаңыз. Сегізінші, қаласаңыз, мақалаңыздың тақырыбын ашатын сурет ұсынуыңызға болады. Мақала жазудың талаптары мен түрлері, жалпы ережелері төменде көрсетілген ссылкада берілген. Егер сіз география және туризм мамандықтары бойынша білім алып, жұмысқа орналасқыңыз келсе, түйіндеме толтырып үйреніңіз. Түйіндеме. Бірінші аты жөні жазылады. Туған күні, жасын ғана көрсетсе жеткілікті. Ұлты, отбасылық жағдайы. Отбасылық жағдай міндетті емес. Қажет болған жағдайда ғана толтыруға болады. Бесінші, тілдерді меңгеруі. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, тағы басқа. Бұл тілдерде қаншалықты меңгердіңіз? Толық мәлімет берген дұрыс. Яғни түсінемін, сөйлей аламын, сөздікпен аударамын деген сөздер мен сөз тіркестерін қолдануға болады. Алтыншы, мекен жайыңыз. Жетінші, байланыс телефон. Байланыс телефонға 2 нөмірді жазған дұрыс. Себебі біреуі болмаса, біреуі жұмыс істеп тұрады деген қағида бойынша. 8-ші, емейлді көрсетесіз. 9-шы, біліміңіз, яғни орта болса, білім алған мектебіңіз, жоғарғы білім, қай жерде, қашан, қандай білім алғаныңыз туралы жазасыз. 10-шы, біліміңіз бойынша мамандығыңызды көрсетесіз. 11-ші, жұмыс тәжірибеңізді айтасыз. Қанша жыл және қай жерлерде жұмыс істегеніңіз туралы мәлімет бересіз. 12-ші, компьютерлік дағдылар. Excel, PowerPoint программаларын қаншалықты меңгергенсіз және жұмыс жасай аласыз. Тағы да басқа қандай дағдыларды білесіз. Осы туралы мәлімет жазасыз. Жеке қасиеттеріңіз, қызығушылығыңыз. Бұлардың барлығы сіздің таңдаған мамандығыңыз бен осы жасалған жұмыстар туралы болуы мүмкін. Түйіндеменің құрылымы түсінікті әрі қарапайым болуы қажет. Түйіндемені ұзақ, түсініксіз сөздер мен шектен тыс арнайы терминдерді қолданбай, қарапайым, түсінікті тілмен жазғаны дұрыс. Грамматикалық қатесіз, әдеби тілмен жазылуы тиіс. Сондай-ақ түйіндемеде жағымды ақпараттар ғана болғаны жөн. Түйіндеме жұмыс беруші үшін сіздің өміріңіздегі жетістіктеріңіздің көрсеткіші. Яғни түйіндеме жазғанда сіз өзіңіз туралы тамаша мәліметтерді ұсына аласыз. Түйіндеме туралы жалпы мәліметтер, түйіндеменің жазылу үлгісі, түйіндеме түрлері төменде көрсетілген ссылкада берілген. Іс қағаздарын түрлерін таңдау өз еркіңізде. Мәселен, өз жұмысыңызды өмірбаян, өтініш, бұйрық, мінездеме, мекемелер арасында жүргізілетін іскери хат түрлерінде де жазуға болады. Бұл жұмыстарды таңдау, жасау өз еркіңізде.
Бұл туралы, іс қағаздар туралы ссылка төменде көрсетілген.